Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Физика сабағына қош келдіңіздер. Мен Жанаділ Әйгерім Жанаділқызы, Жамбыл облысы, Тұра Рысқұлов ауданы, Жамбыл атындағы орта мектептің физика пәні мұғалімі. Бүгін біз тербелістер және толқындар бөлімін зерделеуді жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дыбыс, дыбыстың сипаттамалары, акустикалық резонанс, жаңғырық. Сабақта қол жеткізетін оқу мақсаттары: дыбыстың пайда болу және таралу шарттарын атау, дыбыс сипаттамаларын, дыбыс толқындарының жиілігі және амплитудасымен сәйкестендіру. Дыбыс жиілігі 16 герцтен 20 000 герцке дейінгі механикалық толқындар адамда дыбыс әсерін тудырады. Сондықтан мұндай толқындарды дыбыс толқындары немесе акустикалық толқындар деп атайды. Жиілігі 16 герцтен төменгі дыбыстар инфрадыбыстар, ал жиілігі 20 000 герцтен жоғары толқындар ультрадыбыстар деп аталады. Бұл дыбыстарды адам құлағы қабылдамайды. Кейбір тіршілік иелері 20 және 30 000 герц аралығындағы жарғанаттар 21 000 герцке, дельфиндер 28 герцке дейінгі тербелістерді қабылдай алады. Дыбыс барлық ортада тарала алады. Қарапайым бақылаулар дыбыс әртүрлі ортада белгілі бір жылдамдықпен таралатынын көрсетеді. Алайда оның таралу жылдамдығы зат бөлшектері бір-бірімен күштірек байланысқан, оларды үлкенірек болатынын атап өтеміз. Өйткені ондай орталардың деформациясы кезінде туындайтын серпімділік күштері де көбірек болады. Денелердің тербеліс туындауының себепкері болып табылады. Алайда көп ретте мұндай тербелістер көзге елеусіз болуы мүмкін. Бұған мысал домбыра. Домбыра әрбір құрылымдық элементтің қызметін жалпы физикалық күрделі заңдармен түсіндірілетін ұлттық акустикалық аспап. Домбыраның дыбыс шығарып тұрған шегіне қолымызды сәл ғана тигізіп көз жеткізуге болады. Егер шекті қаттырек бассақ, онда дыбыс көзінің тербелісі тоқтағандықтан дыбыс шықпайды. Дыбысты сипаттайтын физикалық шамаларға дыбыс қаттылығы, тонның биіктігі және тембр жатады. Дыбыс қаттылығы дыбыс шығаратын дененің тербелістер амплитудасымен анықталады. Дыбыс көзінің шығаратын энергиясы дененің тербелістер амплитудасымен анықталады. Тонның биіктігі тербелістер жиілігімен анықталады. Яғни тербеліс жиілігі үлкен болса, толқын да биігірек болады. Адам даусын биіктігі бойынша бірнеше диапазонға бөледі. Мысалы, бас 80 мен 150 герц аралығында, баритон 110 мен 149 герц аралығында. Тембр адамның даусына немесе аспаптың үніне өзіндік бояу беретін дыбыстың сапасы. Дыбыстың тембрі бойынша біз кімнің сөйлеп жатқанын немесе қандай аспапта ойнап жатқанын анықтай аламыз. Яғни, дыбыс тембрі бойынша дыбыс көзі анықталады. Дыбыстың қаттылығы неге байланысты болатынын анықтау үшін камертонды пайдаланамыз. Камертон доға тәрізді қысқа сапталған металл таяқша. Оның көмегімен музыкалық дыбыс алуға болады. Мектеп камертондары бірінші октаваның ля нотасына келетін дыбыс шығарады. Музыкалық дыбыстар камертондардың немесе басқа да гармоникалық тербеліс жасайтын денелердің шығаратын дыбыстары. Дыбыс қаттылығы дыбыс шығаратын дененің тербелістер амплитудасымен анықталады. Өлшем бірлігі децибел. 1 бел 10 децибелге тең. Кейбір дыбыс көздері шығаратын дыбысының қаттылық деңгейінің мәндерін төмендегі кестеден көре аламыз. Дыбыстың тағы бір маңызды сипаттамасы оның бояуы, немесе музыканттардың айтуынша оның тембрі. Тембр адамның даусына немесе аспаптың үніне өзіндік бояу беретін дыбыстың сапасы болып табылады. Денелердің гармоникалық тербелістері синусоидалық толқындар деп аталатын толқындар туғызады. Күрделі дыбыстың ең төменгі жиілігі негізгі жиілік, ал оған сәйкес келетін белгілі бір биіктіктегі дыбыс негізгі тон деп аталады. Негізгі тонға обертондар,
гармоникалық деп аталатын жиіліктер бірге жүреді. Әр түрлі шулардың музыкалық дыбыстардан ерекшелігі сол, оларға қандай да бір белгілі бір тербеліс жиілігі сәйкес келмейді. Шу әр түрлі жиіліктегі дыбыстардың ретсіз қабаттасуы болып табылады. Олай болса, балалар, бүгінгі тақырыпқа байланысты есептер шығарайық. Бірінші есеп. Жиілігі 510 Гц дыбыс көзінен толқын ауада 340 метр секунд жылдамдықпен таралады. Толқын ұзындығын анықтау керек. Екінші есеп. Ер адамның ең төменгі дауысы үшін ауадағы дыбыс толқынның ұзындығы 4,3 метрге, ал әйел адамның ең жоғары дауысы үшін 25 сантиметрге жетеді. Осы дауыстардың тербеліс жиілігін табыңыздар. Балалар, дескрипторге қарап, есепті шығарыңыздар. Есептің шығару жолдары. Бірінші есеп. Балалар, шығарған есептеріңмен тексеріңдер. Берілгені нью тең 510 Герцке тең, жылдамдығымыз 340 метр секундқа тең. Табу керек бізде толқын ұзындығы, яғни лямбданы. Формуласы лямбда тең болады жылдамдық бөлінген нью, яғни балалар, жылдамдықтың жиілікке қатынасы бізде толқын ұзындығын формуласын береді. Яғни балалар, орнына қоятын болсақ, лямбда тең болады 340 бөлінген 510. 340 метр бөлінген секунд және 510 Герц. Тең болады 0,166 метрге. Жауабы 0,166 метр. Жарайсыңдар, балалар. Екінші есептің шығару жолдары. Шығарған есептермен тексеріңдер. Берілгені лямбда 1 тең 4,3 метр. Лямбда 2 тең 25 сантиметр. Балалар, сантиметрді метрге айналдыратын болса, 0,125 метрге тең. Табу керек нью 1 және нью 2. Жиілік 1 және жиілік 2-ні анықтау керек. Толқын ұзындығының формуласы лямбда тең болады v бөлінген нью формуласын түрлендірсек, яғни балалар, осы жерден жиілікті табатын болсақ, нью тең болады v бөлінген лямбда. Нью 1 тең 330 бөлінген 4,3. Ол тең болады 76,174 Герцке тең. Нью 2 тең болады v бөлінген лямбда. Ол тең болады 330 бөлінген 0,125. Тең болады 1320 Герцке. Жарайсыңдар, балалар. Сонымен, балалар, бүгінгі сабағымызда дыбыстың пайда болу және таралу шарттарымен таныстық, дыбыс сипаттамаларын, дыбыс толқындарының жиілігі және амплитудаларымен сәйкестендіре білдік. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.